бір адамды көргенде несін айтасың деген, бір адамды көргенде жақсы қасиетін айту керек депті. Неге деп сұрапты. Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері алыс депті. Арамның адымы қысқа, бара жері жоқ депті. Ол адам ондай емес шығар десе айтты. Егер ол адам ондай болмаса, сондай болуға қарыздар депті. Жақсылықтың қадамы ұзақ, бара жері. Жақсылық деген қандай деп сұраса айтты. Жақсылық деген ол ауыр нәрсе депті. Құдықтан суды тартып алғандай депті. Жамандық деген не? Жамандық оп-оңай нәрсе. Шеріктегі суды төге салғандай депті. Ал енді жалпы келін болғаннан кейін үйдің түтіні түзу шықсын дейсің. Ілмектен сілмек таға берсең, жағдай қиындай береді. Келіні бар адамның бір көзі көріп, бір көзі көрмеу керек дейді. Бір құлақ естіп, бір құлақ естімеу керек. О не деген сөз? Бұл қарилер біреу үш түрлі болады дейді, біреу екі түрлі болады. Қазыналы қария, қазмұр қария деген болады екен. Даланың қазынасы мал дейді екен.